Есімім Сұлтанов Сейфулмалик Абзаллы, Қарағанды қаласы Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының директорымыз. Меморандум аясында Тайбурыл қайырымдылық қорының аясындағы Алтынсарин академиясымен осы 2017-тен бері жұмыс жасап жатырмыз. Білім министрлігі барлығы ұстаз мәртебесін көтеріп жатыр. Бұл қор сол 2017 жылдан бастап біз меморандум арқылы осы мектеппен бірігіп жұмыс жасап жатқанымыздан бастап, жалпы біздің мектебіміздің оқушылары ұстаздық жолды оның үстіне көп таңдайтын болды. Бұл жоба арқылы біздің мектептің оқушылары, мысалы, осыдан 3 жыл бұрын 51 баланың 28-і ұстаздықты таңдады. Өткен жылы 15 оқушымыз таңдады 50 баланың. Бұл деген біз үшін де өте үлкен мәртебе. Облыстық олимпиададан жүлдегерлер, жаңағы сонымен бірге халықаралық олимпиаданың жүлдегерлері. Неге ең үздік оқушылар ұстаздық мәртебені немесе ұстаз болмасқа? Сол үшін де біз де соған қарай насихаттаймыз. Өйткені жалпы ұстаздың қолында ұрпақ мәселесі еліміздің келешегі тұр. Жалпы ұстаз болам деген студенттердің барлығынан бойынан көргіміз келеді. Ұстаз болып басқаның уақытын аялайтын, өзінің уақытын аямайтын жанкешті ұстаз болу. Бізге қазір елімізге не жетіспей жатыр? Өз ісінің ең үздік мамандары жетпей жатыр. Маман өте көп, бірақ ең жаңағыдай үздік, өз ісін өте керемет білетін мамандарымыз сол жағынан жетіспей жатыр. Біз айтар едік, осы Алтынсарин академиясының беріп жатқан барлық мүмкіншіліктерін пайдаланып, кәдімгі губка секілді, қалай бір жаңағы төгілген судың үстіне қойсақ сіңіріп алған секілді, бүкіл мүмкіншілікті пайдаланып, сондай бір керемет ұстаз болып, мектепке барған кездері жалындап тұрып, жастарды әрі қарай иіріп алып кететін, сондай бір беріліп жатқан мүмкіншіліктің барлығын толық пайдаланыңыздар деп айтар едім.